История, моя жизнь, она такая же, как и у всех, со своей болью, печалью, радостью и счастьем. Именно с этим я с вами поделюсь. До 2004 года я училась в Акжайском районе, в поселке Чапаево. В первой школе, русской школе училась. Так, в 2004 году я закончила школу, в 2005 году я поступила в институт, педагогический институт ЦКГУ города Уральска на факультете хореографии КДР. Там я проучилась, не закончив 2 курса. Второй курс я ушла. В 2008 году, в сентябре, я приняла ислам, стала совершать молитву. Также работала в мусульманском ресторане. И через полгода я вышла замуж за своего мужа. Родила 2 мальчиков. Вначале у меня муж, мы обычные мусульмане были, да? Я сразу так не покрывалась, да? Потом спустя некоторое время просто муж мне сказал, что надо одеваться в черное. Муж мне приносил лекции, я слушала, он мне книги приносил, я читала, да. И все. Больше никуда не ходила я. Когда я уезжала, да, мой папа не знал. Мы просто, сказали, что мы отдыхать едем, да. И для него это тоже был удар. Нас всего в семье 2, мой брат и я. И мой папа просто остался один, да, когда мы уехали. И ему было очень трудно, да, первое время. Просто, знаете, в Коране вообще Аллах говорит, да, чтобы мы не разрывали родственные связи, да, чтобы мы хорошо относились к своим соседям, да. А у нас наоборот было, да, в той религии, которой, да, мы придерживались, в том течении, да, нам говорили, что они все кафиры, мы должны отрекаться от них, что мы не должны с ними общаться, да, и так получилось, что мы вообще, да, просто потеряли связь с своими родственниками, мы были просто сами всегда, и да, ни с кем не общались. Ал менің тағдырым, менің өмір жолым. Қиындыққа толы болғанменен, ол қиындыққа төтеп беріп, осы бақытты өміріме қол жеткіздім. Мен қарапайым отбасынан, қарапайым қазақтың қызы болдым. Өзім қатарластарымен бірге, қатарымнан қалмай, әке-шешем өсірді, қатарымнан қалғызған жоқ. Ешбір қыздан ешқандай айырмашылығым да болған жоқ деп айтсам болады. Өз класстас қыздармен, өзімнің қатарымен ойнап күліп өстім. 17-ден аса келе ислам дініне қызығушылық таныта бастадым. Үйге келіп айттым, мама, папа, мен осындай қыздармен таныстым, мен намаз оқимын. Папам, дұрыс, намаз деген ол адамның ақыреттегі бірінші сұрауы болады. Мұсылман адам намаз оқу керек, сен әжеңде намаз оққан дұрыс деп. Әкем белгімен қаққан жоқ, қақпаған да. Әрине мамам қарсы болды. Жоқ, сен жассың, сен әлі білмейсің. Ертең саған былай істе деп айтады, былай істе деп айтады. Ертең сен намаз оқығаннан кейін барып енді айтады ғой.
сестра, сен неге мынандай киінесің, жабық киіну керек, орамал кию керек, ол болмайды, ол ешқандай діннен бір ұстанамын или бір намаз оқығым келеді, мен оқып жүрмін, болды. Ондай бір қатты білім алып, ондай не болған жоқ. Сөйтіп телефоннан жаңа бір жігітпен таныстырды, сонымен болашақ жарым таныстым. Содан айтты, иә, мен сені алатын болдым. Осындай күні, содан 3-4 күннен кейін неке қиылдым. Мысалы, ол күйеуімде ондай бір қатты бір дін ұстанған адам демеймін. Намазын оқиды, жұмысы бар, 1 жыл тұрды, ұлымыз болды. Он мне сказал, что он поедет туда, в Сирию, а я останусь в Турции, да, с детьми. Под таким предлогом мы выехали, да, и так получилось, что в Турции не получилось нам остаться, и мы поехали уже в Сирию все. В октябре я родила мальчика, да, сына. Годик, 10 месяцев, он сильно заболел, да, была инфекция кишечная. Он сильно болел в течение 4-5 месяцев. И он умер от этой болезни, да. Там медицина была не очень развита. И я не могла, я приложила все свои усилия, да, чтобы что-нибудь сделать, да, чтобы спасти ему жизнь, но я не смогла. Мы лежали пару дней в больнице, и он там умер, да, в больнице. Спустя месяц умер его отец в ходе авиаудара, да, самолета. Этот момент я, конечно, никогда не забуду. Это было очень сложно для меня. Я потеряла 2 любимых людей, но я осталась сейчас с 3 детьми. С тех пор я положила себе цель, то, что я вернусь в Казахстан. Я вернусь, но что бы то ни было, вернусь в Казахстан и поставлю своих детей на ноги, и у них будет светлое, счастливое будущее. Я бы хотела, чтобы они были в первую очередь счастливыми, чтобы их жизнь была спокойной, чтобы они видели только радость. Настали трудные времена, да, там сильно бомбили уже, и территорию уменьшались. На тот момент, пока у меня муж был жив, я в основном была дома, да, дома, я много чего не знала. Как только муж мой погиб, я уже начала выходить из дома, да, слышать это, начала уже понимать, что что-то не то, что много там агрессии, много слишком, как несправедливости много было, много убийства было, и мне все это не нравилось. 2011 жылы айтшы қалаған жеріңе апарамын дейді. Дубайға барғың келе ма, Мысырға барғың келе ма, барайық, бір демалайық. Бізде уже октябрь, күзгі уақыт, салқын, ар жақта ыстық екен, теңіз бар, қыдырайық деген сияқты. Әрине келістім. Мысыр елін таңдадым. Барам, көрейік деп. Бүгін үйдегілерге кіріп шығайық. Айтпай, ертең жол жүріп баратыр деп айт, бірақ қайда екенін айтпай-ақ қой. Сұрап жатса, мен жұмыс бабымен жаңа Москваға бір неге кіріп жатырмын деп айтамын. Керек болса айту керек, бірақ қалай жетеміз Мысыр еліне, енді бір күн ғой самолет қой, барып хабарласамыз. Мен Мысырға келдік, 2 апта өтті, хабарласқан жоқпыз. Мен дейтін, енді білем ғой ата-анамды, күнде звондайық, айтайық. Жоқ, керек емес, олар түсінбейді, олар бүйтіп етмейді, олар одан сайын қорқады ғой. Хабарластық, айттық. Не істейді, енді уже кетіп қалдық. Жолдасым бір күн айтты, мен бір жерге кетем. Бірақ ол жерде семейный положение бар десе, сен өзімен алып кетемін деп. Оның қай жер екенін мен шыны керек білген жоқпын. Сонда күйеуім қасымда болады. 2 қабат болдым сол кезде. Бір балам бар. Сосын айтты, осындай бір жер бар. Семейный положение. Жақсы жер екен, табиғаты жақсы екен. Сол жерге барамыз деп. Барғасын барып білдік, ол жер Вазиристан деген жер екенін. 7 ай жолдасымды көрген жоқпын. Ол басқа жақта, мен уже Вазиристанға апарып тастады. Ақшам жоқ. Оған айтқан, міне қазір артынша келесі машинамен сен барасың. Маған да сөйледі. Сендер міне беріңдер, келесі артында машинамен күйеуің барады. Ол машина 7 айдан кейін келді артымыздан. Қиын күндер болды. Үйге жаңбыр емес, бұршақ жауғанда үйге бұршақ түсіп жатқан күндер болды. Жаңбырмен бірге. Үйдің іші су болды. Сонда менің көршілерім болды. Қазақ отбасылары бәрі ремонт жүргізіп жатыр, үйлерін көтеріп жатыр, крышасын салып жатыр. Сен
сосын бірдеңе қылып саған крышаңды істерміз деп енді құлап кетпесе екен деп жататынбыз. Сол кезде сол бауырмашылдық қайда екен деген ойда болдым. Жаңағыдай көңілім қала бастаған бір сәттер шығар. Артынша келді, жолдасым 7 айдан кейін келді, көрді. Бұл жерде қалмаймыз, кетеміз. Босандым, медицина жоқ, ешқандай медицина жоқ. Антисанитария, қайта ислам дін тазалықтың ғой, ең таза дін. Сол үйде босандым, дәрі-дәрмек жоқ, одан кейін ауру, 2 айдай төсек тартқандай болып жаттық. Көрмедім братство дегенді. Хотя бірақ естілген сөздер болды, сенің қан бауырыңнан жақын болады дін бауыр деген. Болған жоқ ондай нәрсе. Сол кезде жолдасым мені шақырып жатыр деді, жаңа әмірлер барып келу керек, стационармен кеткен. Келген жоқ. 3 күннен кейін жолдасыңыз қайтты деген хабар алып келді. Сол кезде отырды, сол жерде енді Қазақстанға кетеміз дедік. Содан ертең Турцияға жол болады, Турцияға кетеді дегенде енді мен де ана жерден шыққым келді, мен де кетемін. Қазір ойлаймын, қорққан шығармын. Себебі мен сол кездері уже бірінші жолдасым видеосын көргем. Ол кезде көрмедім ол жақта. Дайындалып жүрген, қолында қаруы бар. Мен білмеген, ол ондай видеоға түсіп отырған, ол ондай подготовка өтіп отырған. Ол жақта мен білген жоқпын. Енді көріп тұрмын. Менде қорқыныш болды. Елге қалай қайтам? Террористтің әйелі қалай мен сотталмай қалам? Сөйтіп қалдым Турциядан. Тұрмысқа шықтым 2015-те Сирия, Иракқа келдік. Ешқандай немен хабарымыз жоқ. Ол мемлекет, не болып жатыр, оның басшылығы қандай. 2016-да ести бастадым. Мынаны өлтірген, Дәуле өлтіріп жатыр уже. Естественно, ойланасың, неге өлтіреді екен деп сұрағанда, олар Дәулеге қарсы шыққан. Бірақ ұнамай, бомбежка көп, жаңағы қызу соғыстың басы басталып жатыр. Бірақ ешнәрсе айта алмайсың ешкімге. Жылайсың деп балдарыңа қарап. 2017 жылдары көзімді жесе бастады. Ол халифат емес екеніне, ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мұндай өмір сүрмегеніне. 2018 жылы мамама жазатын, қиналды мама, кеткім келеді деген, үйге барғым келеді деген нәрселерді. Мама айтады, міне осы биыл келесіңдер. Күлем, сенбеймін. Мама қалай? Жоқ, шын айтамын, сендер келесіңдер дейді. Мама бізді мына жерден ешкім алып кете алмайды. Бірақ мама айтатын, Қазақстанға алып кетеді деп. Мама олай болмайды деп жылайтын. Мына жерден бізді алып или өліп шығамыз, басқа выход жоқ шығар деп ойлайтын. Бірақ бәрібір болады ғой, бір жүрегінің түбінде бір үйде жалғыз өзім ойлағанда, ертең Қазақстанға барғанда осындай тамақ пісіремін деген сияқты бір ойлар болатын. Ертең барғасын мамам осыны пісіріп бермесем деген. Бірақ мен осы жерде өлем деген ой болған енді. Осылай жүргенде әкем қайтыс болған, жақта жүргенде. Одан сайын үйге қайтқым келді. Күннен күнге жаңағы снарядтың түсуіне, мысалы, осылай келе жатырғанда бала шағамен 10 қадамдай алдыма онса снаряд түскен. Бүгін жатсақ, біз емес, мысалы, кішкентай 5-6 жастағы балаларым, иншалла бүгін түнде біз өліп қалмасақ, ертең тұрып, осындай ойын ойнайықшы деген сияқты әңгіме айтатын болды балаларым. И сол балаларым маған мүмкін жаңағыдай не берді деп ойлаймын. Стимул дейді. Мен алып шығуым керек, мен балдарым не айтып жатыр. Оған себепкер кім? Мен. Потом я просто хотела уехать уже из Даулем, я уже не могла, да, потому что на самом деле видела, что там нету будущего для моих детей, не только для детей, для меня тоже, да, я просто уже понимала, что там нету религии. Это просто была конкретная политика, да, которая прикрывалась религией, да, ислам. Я просто уже поняла, я хотела вернуться, да, но уже так было трудно оттуда выбраться. Единственный только был шанс, это только курдом выйти. Получилось так, что я 14-го вышла оттуда. И я очень сильно обрадовалась, когда мне свекровь писала, что Казахстан возвращает, да. Я вообще не верила, что когда-нибудь вернусь в Казахстан. Я думала, что мы просто там ждали свою смерть, да, и все. Когда-нибудь, как-нибудь, какой день мы не знали, да. Мы каждый день просто ждали, какой день мы умрем, мы не знали. Да, там сильная бомбежка была. Последние дни там сильно бомбило. Я даже надежду потеряла, что когда-нибудь вернусь в Казахстан, да. Когда я услышала, что вот так Казахстан и УКР возвращает к себе страну, то я сильно обрадовалась, да, тоже за своих детей в первую очередь. И уже в январе, когда уже первая операция «Жусан» была проведена 5 января 2019 года, да,
Я не успела на эту операцию. Жила там где-то 5 месяцев, мы у курдов жили уже. Из Казахстана приехали к нам. Нас забрали 31 мая. Благодарю, конечно, главу нашего государства, что он принял такое решение, да, возвратить нас, наших детей. Весь мир там сидит, Европа, Россия. И просто они нам завидовали, когда нас забирали. Они плакали, там очень трудно. Сейчас их положение очень трудное. Другие страны не возвращают. Да, вот сейчас Казахстан первый забирал нас. Мы очень радовались братству нашего Казахстана, да, то, что именно братство в нашем Казахстане было, да. А сейчас я осознаю, да, что на самом деле мы просто утруднили свою религию, да, сделали ее настолько трудной. Много запретов, мы начали с запретов, да. Хотя наша религия, она самая мирная, да. И как Аллах говорит же в Коране, что религия, ислам – это самая легкая религия. Религия легка, и нету в ней принуждения, да. Мы просто утруднили религию, слушали неправильные лекции. Я очень была рада увидеть папу. Столько лет я его не видела, да? 6 лет я его не видела. Конечно, было стыдно, да, когда-то мы оставили папу одного, да, уехала я. И папа очень переживал, да, за нас все это время. Он просил, да, делал дуа, постоянно просил за нас, да, чтобы мы живые приехали. Я благодарю, конечно же, благодарю Господа, благодарю своих родственников, да, потому что они молились за нас, просили, да, что они о нашем благополучии. Спасибо, конечно же, всем, что они не оставляют нас, помогают всем моим родственникам, друзьям моим, да, которые поддерживают и финансово, и морально, да. Я очень рада, что у меня они есть. И я очень рада увидеть папу. Вот приехала сейчас в поселок, где папа живет. И буду часто навещать, как только время будет. Моя дочь никогда не видела своего деда. Она в первый раз сегодня видит папу, деда, да? Но она не знает, да, его, как мы будем часто приезжать, она будет узнавать, что это уже ее дед, да, то, что это мой папа. А так она не знакома с теми чувствами, что такое дедушка, что такое папа, потому что она с рождения не видела ни папу, ни деда, ни родственников. Мои дети, они не знают, что такое родственники. Потому что в основном была только я и мои дети, да. Сейчас я рада, что они видят своих родственников, бабушек, дедушек, и у них полноценная семья. И есть у меня друзья, одноклассники, да, друзья детства, родственники, которые очень рады, да, что я приехала, помогают всячески, да, так же, как морально, да, зовут туда-сюда, да, мы ходим. А те, которые не рады нам, конечно, я очень изменилась сейчас, я не тот человек, который был раньше, да. Сейчас моя жизнь начинается с нового листа. Если я поверила, я просто последовала за мужем, да, и братом, да, я просто в основном сидела дома, я не знала, да, я слушала мужа, я думала, это правильно, да, и вот так. А сейчас я все-таки поняла, на самом деле это был большой урок от Аллаха, да, Аллах нам дал возможность, еще одну возможность, да, чтобы мы поняли все-таки свою религию с правильной стороны, да, чтобы мы не заблуждались, чтобы мы не слушали разные источники, чтобы мы руководствовались именно Кораном, да, чтобы мы читали и слушали знающих людей. Например, да, в мечети имамы, да, они являются знающими, да, они изучают, потому что от и до религию мы должны обращаться к ним, да, по вопросам. Я хочу, чтобы люди не боялись, да, тех, кто совершает намаз, да, это наша религия, да, вот религия наших предков. Для меня сейчас самое главное — это мои дети, да, чтобы поставить их на ноги. Хочу, чтобы они выросли хорошими детьми, да, гражданинами Республики Казахстан, да, чтобы они знали свои традиции, любили свою родину, чтобы они знали, изучали свою историю Казахстана, чтобы они знали, да, свои традиции. Я хочу, чтобы они все-таки учили Коран, также они знали исламские знания, да, брали в мечети именно, чтобы они не заблудились, да, потому что я же постоянно не могу же им объяснять, и они все равно от меня не могут брать все.
Если они будут брать у имама, там же у них знания все равно хорошие, чтобы они брали именно из мечети, да, знания. Очень на самом деле жалею, что когда-то я вместе с детьми выехала, да, из Казахстана. Но я очень рада, что я вернулась. Хочу сказать, что там просто нету религии. Религия ислама, она распространится, я думаю, тем, что любви к своим родителям, да, родственные узы, любви к своим соседям, да, хороший, благой нрав, да, вот это вот наша религия. Сейчас я окончила курсы визажиста. 2 недели я училась на эти курсы, вчера получила сертификат, и дальше я продолжаю обучение на парикмахера. Через месяц я закончу курсы парикмахера, и там же устраиваюсь на работу. А моя работа очень нравится, мне очень интересно. И я бы хотела в будущем, конечно же, иметь свой салон, иметь успехи в своей работе, дальше обучаться, выезжать в разные города. Но это моя мечта, может, я хочу реализовать эту свою мечту, конечно же. Баста шығу керек болды. Мен шығам. Уже сондай шешім қабылдадым. Проводниктің анасы өзі келіп тұр. Біз неге сендер шықпайсыңдар ма? Жол бар деп. Қуандық, болды шығамыз. Уже кеш болып жатыр. Болды шығамыз. Қашан? Бүгін таңғы 5-те дейді. Шығамыз. Таңда жолға шықтық. Біз келдік. 10 январь келдік. Қазақстан алып кетті деп жатыр. Оның өзіне де бір қуаныш болды. Біз жетпесек те басқалар жетті. Біз де жетерміз деп. Жол қиын болды. Осы қиын жол болса да, мен шыдадым, мен келдім, мен балдарымды жеткіздім. Аллахқа ең бірінші Аллахқа мақтау айтамын. Екіншіден жаңа осы жусан операциясын осылай ұйымдастырып, енді қазақ деген бәрі ұлтымыздан, қанымызда бар ғой, жесір, қаңғытпаған, жетімін жылатпаған. Осының өзі менталитет қой. Келгелімін, бір ай болды. Өкінбегім келмейді, енді осылай болу керек болды. Тағдыр, білмейді, ойламағам. Бұл өмірімді қайталамас едім деп ойлаймын. Жәннат ананың аяғының астында ғой. Осы бір ең қарапайым ананың разылығын іздеп, жәннатқа қол жеткізуге де осы жерде де біз оны білмеймін, біреудің елінен іздеп кеттік па, біреудің политикасынан. Бақыт деген ол үйде де ананың қасында, бала-шағаң. Просто қарапайым өмірді. Біздер білмеймін, не армандап кеткенімізді. Елімнен кетпес едім, анамды осы жерге алып едім. Сол шығар қатты өкінетін. Ешкім мені түсінбейді деп ойлаймын. Менің жолымды өтпегесін, менің көргенімді көрмегесін. Бірақ та бұл менің беріп отқан интервью, мысалы, мені аясын деп без или бір какой-то жалость болсын деген ойдайын емес. Просто қарапайым бізге қарап, кішкене ойлану керек. Кем мы были и кем мы стали. Біз де бір үйдің еркесі едік. Біздің білім алған жерлеріміз ол YouTube. Братья сказали, ол кім айтып жатыр, біз білмейміз. Халелдің Назратуллах Абу Мариямның Саид Бурятскийдің лекцияларын тыңдағанмын. Осы теріс бағытқа түсінуімде себептері бәлкім осы лекцияларда болған шығар. Біз танымайтын біреу айтты деп, оның айтқанына ілесу, ол кім екенін білместен, оның өмірбаянын білместен, ол тек слепой исследование. Ондай дінде жоқ, тақлид деген нәрсе. Ол дінде болмайтын нәрсе даже. Біз діннің тек 1-2 хадисті біліп, қалған хадистер тастап қойғандаймыз. Білім алу керек деп ойлаймын, ең бірінші нәрсе. Бәріне айтарым, қазақ болып дүниеге келгеннен кейін алысқа қарап керек емес деп ойлаймын. Біреудің жеріне барып, біреу үшін. Енді қарап отырғандар түсінетіндер бар, түсінбейтіндер бар. Бірақ мен өзім өкінемін. Мешітке барып, мысалға, көп қой қазір мысалға шығып жатқан басылым кітаптар бар. Жаңағыдай ақылмен шешу керек, эмоция деген болады ғой, фанатизм. Қазір өкінесің, бірақ өкінбей ешқандай пайда жоқ. Мысалға, күйеуім осылай қайтыс болғанына, балдарым просто әкесі өсіп жатқанына мен өзімді кінәлаймын. Қазір үкімет тарапынан үлкен көмек болып жатыр біздерге. Дін істер басқармасының атынан біздерді қазір сұлулық салонында, бет әрлеу саласында сабақ алып, осы кеше сертификат алдық. Осы салада жұмыс жасаған өте жаныма жақын деп білемін. Үлкен рахметімді білдіремін. Осындай көмек көрсетіп, аяққа тұрып кетуімізге көмектескендеріне үміттерін ақтаймыз деп ойлаймын. Осы салада енді болашақта жұмыс жасап жалғастыратын ойым бар. Менің елге келгеніме жаңағы туысқандарым, тума-туыстарым, жақын адамдарым бар, класстас достарым бәрі жылы қабылдап, жылы қарсылап жатыр. Ризамын, бағалаймын мен. Бірақ
барлығы бірдей емес. Біздерге мін тағатындар да бар. Оларға енді ондай адамдарға айтарым, адам өзгере алады. Бұрынғы істегенімізді дұрыс істемеймін. Бірақ әлі де адамның өзгере алатынын дәлелдеп, өзімнің еліме пайда ететін азамат боламын деп ойлаймын. Менің тәрбием, енді Аллах біледі, олар кім болып қалай өсетінін. Менің тәрбием жаңағы намазхан, өзінің қазақ екенін біліп, Қазақстан тарихын біліп, экстремизм жолынан да сақтағым келеді бала шағамды. Қарапайым қазақ болып, өзінің тілін білетін, өзінің тарихын білетін, өзінің ата бабасының жеті атасын білетін қазақ жігіттерін, қазақ батырларын өсіргім келеді. Өздерін сүйіп, осы еліне бір пайдасын тигізетін мақтан еткім келеді балдар. Ең бірінші разылығым, ризашылығым Аллахқа. Екіншіден осы Жусанның спецоперациясын өстіп бізді елге қайтарып, осыны ұйымдастырған елбасына үлкен көп алғысымды білдіремін. Жаңағыдай Қазақстан өзінің беделі біраз жерге дейін жетеді екен. Россия, Турция, Европа бәрі қалды лагерьда. Біздерді бір сондай немен алып кетті. Өте ризамыз. Оны енді рахмет деп айтып тек аз шығар, тек бір рахметке. Сосын осы туысқандарым, осы обществода мені жақсы қабылдап жатыр деп ойлаймын. Енді ешкім әзірге еш нәрсе айтпайды, ешкім қателіксіз адам жоқ қой. Біз дін жолында сүрінсек, басқа өмір жолында сүрінбейтін тұяғы жоқ. Үміттерін ақтаймыз деп ойлаймын. Балаларым сол кездегі қиындыққа, сондай қорқынышқа толы күндерін есіме түсірсем, өзімді сондай кінәлі сезінемін. Қандай үлкен қателік жасағанымды мойындаймын, өкінемін. Бүгінгі таңда балдарымның көзіне сондай бір қуанышты көріп, сондай кіршіксіз балалық шақтың не екенін балдарыма көрсеткеніме қуанамын. Бұл енді қорқыныш пен үрейдің жасы емес, бұл енді бақыттың, қуаныштың болмасы.